17 ғасыр ортасындағы қазақ хандығы. 17 ғасырдың 40 жылдары қазақ мемлекетінің билеушісі Жәңгір хан болды. Жәңгір хан билік еткен жылдары жоңғар феодалдарының қазақ жерін жаулап алуға жасаған үздіксіз жорықтарының кезеңіне сай келеді. Жәңгір хан бой аласа, бірақ толық денелі кісі болғандықтан халық оны Салқам Жәңгір деп атап кеткен. Жәңгір хан Есім ханның үш ұлының бірі. Жәңгірдің шын есімі Жаһангер. Парсша әлемді бағындырушы, билеуші деген мағынаны білдіреді. Туған жылы белгісіз, 1652 жылы соғыста жараланып қайтыс болды деген мәлімет бар. Жәңгір хан 1646-1652 жылдар билік құрған Есім ханның ұлы. Жәңгірдің тұсында ең ірі шайқастардың бірі Орбұлақ шайқасы болды. Орбұлақ шайқасы 1643 жылы жаз айында Батыр Қонтайшы бастаған жоңғарлар мен қазақтардың арасында өткізілді. Осы сәтте Салқам Жәңгір бастаған 600 қазақ сарбазы мен жоңғардың 50 мың қалың қолы кездесті. Шайқаста ерлік көрсеткен батырлар Жалаңтөс, Қостоқты, Сүлеймен және тағы басқалар болды. Бұл шайқас тарихта бұлай аталу себебі шайқас тікелей тау жотағының дәл ортасында өткізілген. Салқам Жәңгір 1652 жылы қазақ-жоңғар соғыстарының бірінде қайтыс болды. Жәңгір хан Түркістан облысында Қожа Ахмет Яссауи кесенесінде жерленген.